Кейін айтайын дегенім, кеше бауырлар есім сипаттар мәселе туралы сөйледі. Оны кімде егер не деп айтамын, шубха дейміз бе, не дейміз енді? Күмән, күдік, сондай шубха нәрсе болатын болса, жазсын. Бір параққа жазама, екі парақ шығама оның күдігі, қанша болса да жазсын, со нәрсені маған бер, мен иншалла мынау үш негізді бітірсек, жағдай болса бір күн немесе екі күн уақыт қылып, жағдай барынша со нәрсеге жауап беруге әрекет қыламыз. Себебі біз бар шубхаға жауап беруге әрекет қылсақ жеткілікті иншалла. Себебі білген нәрсе, таралған шубха бар, жоқ бар, оның барлығын елге шашып жаюдың қажеті жоқ. Сол үшін кімнің көңілінде бірнеңке бар болса, оны тартынбай жазсын. Жауап берсем, алхамдулилля берет шығармын. Болмаса, алхамдулилля біз ғалымдар қаласында еліндеміз. Қалаған уақытта қалаған нәрсені сұрасақ, бейдниллах азза ва жал оған жауап бар. Себебі бидат иесі ол көбінесе сүйенген нәрсесі ақылы. Ол ақылы әрдайым біреу екіншісіне қарсы келуі анық. Амма сүндет иесі Умар ибн Хаттаб радияллаху анху айтқандай, сендерге ой иелері өздерінің ойларын айтатын болса, сендер оларды Расул саллаллаху алейхи ва салламның хадисімен қайтарыңдар. Олар бір нәрсеге сеніп атқан уақытында сенуден бұрын дәлелдерге күдік көзімен қарайды олар. Бір аят келсе, осыған сенсен бе, сенбесен бе деп қарайды. Сенің ме жоқ па? Күдіктеніп бір деп. Сахабалар олай болмаған. Олар Аллахтан келген нәрсеге турадан тураға иман келтіріп, оны растап, амал қылу керек болатын болса, соған амал қылған. Амма болар дәлелге күдікпен қарайды. Содан кейін сол күдігін дін қылып көрсетеді адамдарға. Мынандай болсашы, андай болсашы деген әр түрлі басында келіспей қалған шубхаларды келтіреді да, содан шыға алмай осылай өліп кетеді қаншасы. Әшейін бір ғалымдар мысал қылып келтіреді, ол бағанағы неде айтады ғой, сол біздегі сол қанша сол ашарилер бар, басқалар бар, әхліл кәлам, олардың барлығы ақида бабында мутаватир болмаған хадистерді алмайды. Мутаватир деген не ол? Өте көптеген жолдан келу керек. Ол қанша? 50, 80, 90, Аллаху алам. Әл-мухим сондай көптеген жолдан келу керек, және ол келгенде де және шарты бар. Не ол? Ақылға қарсы келмеу керек тақсыр. Бірінші шарты көптеген жолдан келу керек. Екіншіден ақылға, себебі олардың діні біріншісі ақыл. Сосын көреді. Себебі Құр'ан мутаватир ғой. Мутаватир болған Құр'андағы келген сипаттарды қабылдамы? Жоқ, қабылдамайды ол. Ең бірінші ақылына салады. Хадистерде тура солай. Бұл адам өзін, яғни субханаллахи азим, өзіне өзі қарсы келеді. Мысал, біз намазда сәлем беруден бұрын не дуа оқимыз? Төрт нәрседен пана тілейміз, солай ма? Не деп айтамыз? Аллахумма инни аузу бика мин азабил қабр, ва аузу бика мин азаби джаханнам, ва аузу бика мин фитнатил махья вал мамат, ва аузу бика мин шарри масихид даджжал. Хадистің басында қабір кеп жатыр, ақырында даджжал кеп жатыр. Екеуі де олардың есебінде ахад хадистерден болып есептеледі. Яғни мутаватир хадистер емес. Расулуллах бұдан пана тілеңдер деп жатыр. Ол бишара не істейді, білесіңдер ме? Намаздың ақыры келді, отыр. Аллахумма инни аузу бика мин азабил, дуа қылып жатыр. Бірақ сенбейді оған. Көрдіңдер ме жоқ па? Сенбейді оған. Сенбейтін нәрсеңден қалай сен пана тілеп жатсың оған? Солай ма жоқ па? Ахад хадисте айтып жатыр ғой. Айтса саған екеуін де айтып жатыр. Саған иман келтіруді талап етіп жатыр ол жерде. Екіншіден оған амал қылуға талап етіп жатыр. Солай ма жоқ па? Қалай иман келтірмей оған амал қыласың? Сен қазір ойла. Тозақты көргенсің ба? Жоқ. Жаннатты көргенсің ба? Жоқ. Жаннаттың қалай екенін білесің ба? Жоқ. Тайып, жаннатта кейбір азаптар адамның ақылына кіріп сай келмейді.
тозақта болатын азаптар немесе жаннатта болатын кейбір рахаттар адамның ойына сыймайды шыныменен. Яғни ондағы ішімдік неден аты неді, сүттен аппақ, әселден тәтті, иісі әдемі. Ондай ішімдік көргенсіңдер ме? Жоқ. Біз ондай нәрсені көрмегенбіз ғой. Қалай иман келтіреміз ода? Солай ма жоқ па? Осылай кете береді. Егер оларға салсаң, соған да жауап беру керек еді. Бірақ болар әшейін құтыла салады. Құранда келген нәрсе деп. Біз тек қана сол Аллах субханаху ва тағалаға қатысты болған мәселелерде сақтанайын дедік дейді. Сосын тіпті ғайби мәселелерге кіріп барады. Сол қабір азабына сенбейді, дажжалға сенбейді. Содан кейін сырат мәселелері келеді, хауд мәселелері келеді, қияметтің белгілері, қияметте болатын кейбір істер, таразы мәселелері, солай ма? Таразының екі табақшасы болуы сенбейді оған. Адамдардың таразыға тұруы, олардың амалдары қалай таразыға тартылады, сенбейді оған. Себебі Құранда келіп жатқан жоқ. Хадисте келіп жатыр. Хадистегі келіп жатқан ақылға сай келмейді, болмаса жинастыр оны. Осылай. Олардың негізі жахмилерге, муътазилаларға қайтады. Бұл ашарилердің негізі сол. Солар атасы, солардың қалдырған тұқымнан ашылып шыққан шөжелер болар, былайша айтқанда. Түсінікті ме? Сол үшін олардың сөзіне адам құлақ бермеу керек, мән бермеу керек. Егер сен өзің мән бермеген жағдайда ойыңа түсіп қалған болса, онда жаз, онымен бір күн не қылып, жағдай барынша жеңілірек қылып, қысқарақ қылып айтып беруге әрекет қыламын. Түсінікті ме жоқ па? Қалып қалмасын. Тағы сұрамаппын деген нәрсе қалып кетпесін тағы. Сұрап алыңдар бәріне сен.